Баршаңызға сәлем, сіздермен Үрбіш. Бүгін каналымызда осындай мини трайфлдар жасайтын боламыз. Бұл сондай аса қиын емес, жасалуы оңай. Сондықтан видеоның соңына дейін көріп, өз бағасын беріңіздер. Алдымен қамыры үшін 5 жұмыртқа қажет болады. Миксердің төменгі жылдамдығынан бастап миксерлеп бастаймыз. Әрбір 30-40 секунд сайын жоғарылатып отырыңыз. Осылай көп іршіп бастаған кезде құмшекерді аздап 3-4 бөліктен бөліп қосу керек. Барлығын бірден қосып жіберсеңіздер еруі қиындайды және жұмыртқалы масса көтерілмей қалады. Жұмыртқалы масса осылай ағарып 4-5 есеге дейін объемын үлкейтеді. Енді құрғақ ингредиенттерін біріктіреміз. Ұнға разрыхитель және қопсытқышты қосып араластырып алыңыз, немесе алдын ала електен өткізіп дайындап алуыңызға болады. Енді 3 бөлікке бөліп қосып миксерлейміз. Бірден миксерлеп кетпеңіздер, осылай кішкене араластырып алыңыздар, әйтпесе жан-жаққа шашырап, ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Және ұмытпаңыз, ең төменгі жылдамдықта миксерлеу қажет. Міне біздің кожамыздың қамыры дайын, осындай сұйықтау болып келеді. Қатты аса қою емес, көріп тұрғандарыңыздай. Енді бұны кәдімгі қарапайым пеште, менікінің диаметрі 30-40, астына пергамент қағазын төсейміз де, осы жерге қойып бір келкі етіп бетін жайып шығамыз. Осы кезде пешіңізді қосып қоюды ұмытпаңыз, алдын ала қызып тұрған пешке салу керек. Дайын болған қамырымызды 180 градуста 18-20 минутта пісіріп аламыз. Пісіп шыққан соң толықтай суытуымыз қажет. Менде қазір кожа толықтай суыған. Енді қолымызбен ақырындап үгіттеп бастаймыз. Егер де блендер болса тіпті жақсы, соған салып, жаңағыдай уақытыңызды үнемдеп, ұсақтап үгіттеп аласыз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін творожный сырға қант ұнтағын қосып, бірінші осы екеуін миксерлеп алуымыз қажет. Сонда сіздің креміңізде творожный сыр жаңағыдай іртік-іртік болып қалмайды, бір келкі болып шығады. Әрдайым кез келген тортқа жасайтын кезде осы екеуін бірінші миксерлеп алыңыз. Айтпақшы достар, менде торттардың оригинал рецептілері бар. Төменде сіздерге керек болса сілтемесін қалдырып қойдым. Кілегейді салқын күйінде құямыз. Әуелі осылай жақсылап шайқап алу қажет, түбінде тұнып қалғандарын қозғап аламыз. Және 33-35% аралығындағы кілегейді пайдаланыңыз. Бізге керегі 400 мг, қалған 100 мг-ын ганаш ретінде қолданамыз. Яғни сливкидің үстіне шоколадты қосып, микроволновкада ерітіп аламыз. Бұл бізде трайфлдың бетіне ең соңында құю үшін қажет. Әдеттегідей миксердің төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Әрбір 30-40 секунд сайын жоғарылатып отырамыз. Бірденен қатты жылдамдыққа қоюға болмайды, әйтпесе креміңіз іріп кетуі мүмкін. Міне біздің креміміз дайын болды. Бір келкі, өзінің формасын жақсы ұстайтын, сондай әдемі крем болды. Енді бізге насадка қажет. Менде безе жасауға арналған размері 1М деп аталатын насадка. Кез келген кондитерлік дүкеннен аласыздар. Енді оны осындай кондитерлік қапшыққа салып, кремімізді салып дайындап аламыз. Бұл трайфлға арналған ыдыс, ең кішкентай көлемі, әртүрлі формадағысын алсаңыз болады. Енді мен қонақтардың алдына, арғасының алдына жеке-жеке бергенге, сондай десерт ретінде ұсынғанға кішкентай арнайы трайфлдарды алдым. Бұл бізде енді барынша ұнтақтап алған кожамыз ғой, қолдан келгенше. Енді әр стаканға бір қасықтан толтырып, жаңағыдай қамырды салып шығамыз. Біздің кожамызды салып шығамыз. Кішкене үстін басын қыраңыз осылай. Одан кейін кремді жағатын кезде мынау шетіндегі қабырғаларына жақсылап жағып көрсетіңіз. Өйткені мынау сыртынан әдемі болып көріну қажет. Сондықтан бірінші қабырғаға жақсылап тиесін. Үстіне тағы да шамамен 1,5 қасықтай кожадан салып шығасыз. Сосын тағы да үстіне екінші айналдыра кремін жағып шығамыз. Бұл өте оңай, мен ойлаған едім бір қолды ұстайтын шығар деп, тортқа қарағанда әлде қайта оңай екен. Қайта сіз тортты жаңағыдай обтяжкасын жасайсыз, құрау керек, сәндеу керек, сыртын тегістеу керек. Ол қайта жұмыс екен. Бұл майда жұмыс болып көрінгенмен, трайфлдарды мен қайта тортқа қарағанда тез дайындадым және тез жинап шықтым.
әрқайсының бетін осылай тегістеп шығамыз. Енді ол жаңа ганаш құямыз ғой, сол кезде тегіс болып жақсы құйылу қажет. Бір 15-20 минутқа немесе бір 10 минутқа холодильникке қойып қойыңыздар, кішкене беті қатыңқырасын, одан кейін ганашты құятын боламыз. Микроволновкада ертіп алдым шоколадты. Енді қазір ыстықтау болып тұр, сондықтан толықтай суық қажет. Жылыдай құюға болмайды, креміңізді жаңа ертіп жібереді. Әрқайсына осындай кішкентай шай ішетін қасықпен 2 қасықтай шамамен құйып шығып, бетін тегістеп шықтым. Міне қараңыздар. Әдемілеп, ақырындап осылай тегістеп шығамыз. Тағы да толықтай шоколады қату үшін, жаңа кремі, кожаға жақсы сіңу үшін тағы 1-2 сағатқа холодильникке қойып қойдым. Одан кейін осылай пресеттер бар, жаңа кондитерлік дүкендерде сатылады, сәндік үшін. Бетіне 5-6-тауын тастап қойдым, немесе жаңа құлпынаймен, бананмен, кез келген нәрсемен сәндей берсеңіздер болады. Міне біздің осымен трайфлдарымыз дайын. Ешқандай қиындығы жоқ. Қайта әдем көрінеді, дастарханның көркін ашады. Әр жерге 4-5 штуктап қойсаңыздар, мен мысалға қонақтарға арнап жасадым. Барлығына ұнады. Дәмі тура вупи-пай торты сияқты. Дәл осы рецептімен менде 15 штук шықты. Пирожныйлардың түр-түрін көбейткенше осылай бір ғана десертті қойып, жаңағыдай тортты да, пирожныйдың да орнын басып кете берсеңіздер болады. Құрметті көрермендер, видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сіздермен Үрбіш Әмірқызы.